Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте оңай, өте дәмді бір жасағаннан шығатын бисквитный рулеттің жасалу жолын ұсынамын. Ең алдымен жұмыртқаның сары уызына тұз бен қантты салып, көпіргенше миксермен араластырамыз. Менің жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлгенім және тұз бен қантты салған жерім видеоға түспей қалыпты, сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Сосын жұмыртқаның ақ уызына қантты 3-ке бөле отырып, жақсылап көпіргенше миксерлеу қажет. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне, біздің ақ уызымыздың консистенциясы осылай болу керек, яғни сілкіген кезде ақпауы қажет. Одан әрі жаңа жұмыртқаның сары уызын миксерлеп алдық қой, соны ақ уыздың үстіне қосып, төменнен жоғары қарай етіп, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан әрі ұнымызды разрыхлителді салып, төменнен жоғары қарай біздің ұнымыз көзге көрінбегенше жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде 75 грамм сұйық май мен 75 грамм сүт, жаңағы жұмыртқалы тестамыздың кішкене алып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сосын оны жұмыртқалы массамызға қайтадан құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын болған тестаны форманың үстіне құйып, жақсылап бетін тегістеп шығамыз және де төменнен жоғары қарай ұрғылаймыз, себебі бисквиттің арасындағы көпіршіктер кетуі қажет. Бисквитті 170 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің бисквитный рулетіміз өте қызарып, әдемі болып шықты. Енді оны пергамент қағазынан асықпай жайлап ажырататын боламыз. Бисквитный рулетіміздің 4 жағын осы видеода көрсетілгенде етіп кесіп шығамыз және де бір шетін осы видеода көрсетілгенде етіп қиғашынан кесеміз, ал екінші шетінде ұзын сызықтарды қалдырамыз. Оны аяғына дейін кеспейміз, жай ғана бетін ғана 3 мм кесеміз. Рулеттің арасына кез келген начинканы қолдансаңыз болады. Мен клубниканың вареньесін қолдандым. Сіздер кез келген ягодының вареньесін немесе мед қолдансаңыздар, немесе вареная сгущенка қолдансаңыздар болады. Енді бисквитті осы видеода көрсетілгенде етіп, асықпай жаймендеп орап шығамыз. Бисквитімізді жақсылап орап, тоңазышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Міне, біздің бисквитіміз дайын болды. Шет-шеттерін осылай алып тастаймыз.
Өте дәмді, өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.